Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Түркістан облысы Келес ауданы нөмір 19 Бейімбет Майлин атындағы жалпы орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Әжімхан Азамат. Менің бүгінгі сабағым 10 сынып алгебра пәнінен. Сабақтың тақырыбы тригонометриялық теңдеулерді шешу тәсілдері. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты тригонометриялық теңдеулерді көбейткіштерге жіктеу арқылы шеше алу. Біз алдыңғы сабақтарда өткенбіз бұл тақырыпта. Элементтік тригонометриялық теңдеулер бізде мына жерде жалпы түрі берілген. Дәл осы бойынша есептер шығарамыз. Мына жерде синус x-тің жалпы түрі шешілу жолы берілген. Мына жерде косинус x-тің шешілу жолы берілген. Тангенс x-тің шешілу жолы берілген. Котангенс x-тің шешілу жолы берілген. Яғни бұл жерде барлық теңдеудің түбірлері, мына жерде түбірлер тұр. Дәл осы формуланы қолдану арқылы есептер шығарамыз. Бұл жерде мен қазір сендерге екі мысал көрсетемін. Кейін үшінші тапсырма сендерге өзіндік жұмыс. Яғни өздерің шығарып ізденесіңдер, шығаруға тырысасыңдар барлығын. Бізде мына жерде формула берілген, көрсеңдер болады міне. Жалпы жаңағы түбірлерін табу формуласы. Жеке алып қосылайын. Міне, көрініп тұр ғой сендерге барлығы. Енді бірінші мысал бізде синус x алынған 3-тен 1, косинус x қосылған 5-тен 1. Бұл есепті шешу үшін теңдеулер жиынтығын шешу керек. Яғни бізде мынау бір жиын, мынау екінші жиын. Бұл жерде синус x тең 3-тен 1. Яғни мына жер минус еді. Теңдіктің мына бетіне өткізген кезде өздерің білесіңдер, бұл қарапайым теңдеуге келеді. Кейінгісі екіншісі косинус x қосу 5-тен 2, яғни мына бетке өткен кезде минус 5-тен 2 болды. Осы теңдеулердің сәйкесінше жауаптары. Яғни бірінші қараймыз. Синус x, міне синус x тең a дейді. Аның орнында бізде 3-тен 1 тұр. 3-тен 1 болса x тең ары қарай минус 1n, көрдіңдер ғой, 1n арк синус a қосылған 3-тен 1 қосылған pn, пика, яғни бізде pn мына жерде. Көрдік қой, екіншісі косинус x алынған 5-тен 2, міне 0-ден кіші немесе 0-ге тең деп қойған. Осы жерде x тең, міне қараңдар, плюс минус, міне плюс минус қосылған арк косинус a дейді. A бізде жаңағы минус 5-тен 2 қосылған 2 pn. Көрдік қой? Бұл негізі мына формулаға салсақ өте оңай теңдеу. Екінші мысал, көбейткіштерге жіктеу тәсілі дейді. Яғни бізде 2 синус x косинус 5x алынған косинус 5x тең 0. Бұл жерде ортақ көбейткішті екеуінде де бар санды біз жақсы сыртына шығарамыз. Яғни мына мен мынаны жақсы сыртына шығардық. Косинус 5x жақшаның ішінде 2 синус x қалды. Алынған мына жерде 1 қалды. Бұның 1 қалды міне. Осы теңдеуді шешу жиынтығы дейді. Яғни бізде дәл жаңағы нені қолданамыз. Бірінші мынау берілген бізде. Тең 0-ге теңестіріп алдық. Енді кейінгісі мынау. Синус x 2-ден 1, 1 бөлінген 2. Енді біріншісін шешу үшін, яғни мына жерге қараймыз. Бұл жерге қараған кезде бірінші мынаны 5x тең пи бөлінген 2 қосу pn деп алдық. Яғни бұл жерде x-ті қарапайым теңдеу сияқты шығарып отырып, x тең мына жақта көбейтеді, мына жақта бөлу болып кетеді. Бөлу болған кезде мынаған көбейтіледі. Яғни мынау шығады жауабы. Кейінгісі синус x 2-ден 1. Бұл жаңа берілген бізде мына жерде теңдеудің несі тұр. Дәл осыны қарап шығарамыз. Яғни x тең минус 1. Минус 1-дің n дәрежесі пи бөлінген 6
қосылған пика. Көрдік қой. Енді жауабын нақты жаздық мына жерге. Түсінбеген жерлерін тағы көріңдер, ізденіңдер жан-жақтан. Енді бізде сендерге өзіндік жұмыс, үйрену үшін өзіндік жұмыс дейді. Мен мына жерге формуласын жазып қойдым. Дәл жаңа мен шығарған сияқты шығарып, осы жерге мына бағалау критерийлері тұр. Осыған қарап бағалайтын болам. Жалпы осы түрдегі теңдеулерді шығарыңдар. Назарларыңа рахмет.